20 ғасырдағы алаш қозғалысын қолдаған үлкен әулеттер бар. Сондай әулеттердің бірі Тоқтабай әулеті. Бұл әулет ұстаздар династиясының жарқын үлгісі. Тоқтабай Ыбырай Алтынсаринмен дос жар болған кісі. Тоқтабайдың 6 бала тарап, олардың арасындағы ел есінде Досжан, Есжан, Досмағұл, Мұқан қалған. Алғаш Ыбырай Алтынсарин Торғай өңірінде мектеп ашқанда, сол мектепке баратын оқушылардың саны жеткіліксіз болған. Тоқтабай Ыбырай атамыздың ұсынысымен өзінің ауылында Қосағал ауылдық мектебін ашып, оның барлық шығынын өзі төлеген. Тоқтабай Досжан, Досмағұл, Мұқан атты балаларын Торғайдағы Ыбырай мектебінде оқытқан. Ыбырайдан білім алған 3 ағайынды кейін беделді ұстаздарға айналады. Қосағал ауылдық мектебінде Досжан Тоқтабайұлынан білім алған Нұрғали Құлжанов кейін белгілі қоғам қайраткері болды. Досмағұлдан білім алған Испандияр Көпеев белгілі жазушы, атақты ұстазға айналды. Мұқан Тоқтабаев мұғалімдік қызметті адал атқарып, ар және алаш алдында абыройы биік болды. Ол алаштың рухани көсемдерінің бірі Міржақып Дулатұлының алғашқы ұстазы атанды. Досжанның баласы Ғабдулкәрім Досжанұлы Тоқтабай да белгілі қайраткерге айналды. Ол алғаш білімін 1899-1901 жылдары ауыл мектебінде алады. Одан кейін 1901-1903 жылдары Торғайдағы 2 сыныпты орыс мектебінде, кейінгі жылдары Қостанай қалалық училищесінде, 1905-1909 жылдары Орынбордағы мұғалімдер мектебінде оқып, жүйелі педагогикалық даярлықтан өтеді. Еңбек жолын 1909 жылдары Тосын болыстық мектебінің мұғалімі қызметінен бастайды. 1917 жылы ол Алашорданың Торғай кеңесінің құрамына енеді. Азамат соғысы жылдарында және одан кейінгі кезеңде Кәрім Тоқтабай ұлттық білім беру мен жергілікті басқару жүйесінде әртүрлі қызметтер атқарады. 1919-1921 жылдары Ақмола уездік қалалық ағарту бөлімін, кейін Семей губерниялық халық ағарту бөлімін басқарады. 1922-1924 жылдары Қазақ АКСР халық ағарту комиссариатының орынбасары әрі саяси ағарту жұмысы бас басқармасының бастығы болып жұмыс істейді. Торғайдан шыққан алғашқы нарком Ахмет Байтұрсынұлы болса, екіншісі осы Кәрім Тоқтабай еді. Ол 1924 жылы Торғайдағы аштықтан жұтаған ағайындарына Әулиекөлден ең шырайлы жерінен Қосағал артелін ұйымдастырып, босыған елдің басын құрап береді. Артелге Кәрімнің немере туысы Батырхайыр Есжанұлы жетекшілік етеді. Кәрімнің ұлт тарихына сіңірген еңбегі орасан зор. Белгілі музыкант Александр Затаевичтің «Қазақ әндері» атты халық тақырыбына жазылған миниатюралардың арасында Кәрім Тоқтабайға арналған 2 фортепианолық пьеса бар. Композитордың шығармаларын 2 мәрте арнаған тұлғалар саны өте аз екенін ескерсек, бұл факт Тоқтабаевтың Затаевичтің өмірі мен елге сіңірген қызметіндегі орнын айқын көрсетеді.